Сіздерге бүгін 1 минутта жасалатын 10 амал жайлы айтқым келіп тұр. Бірінші, Алланы дәріптеу. Алла тағаланың адам баласына нәсіп еткен шексіз нығметтері үшін Алланы дәріптеуге 1 минут уақытыңызды жұмсаңыз. 1 минуттың ішінде 100 мәрте Субханаллахи ва бихамдихи деп зікір айтуға болады. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім күніне 100 рет осы зікірді айтатын болса, оның күнәсі теңіздің көбігіндей көп болса да кешірілетіндігін айтқан болатын. Екінші амал Фатиха сүресін оқу. 1 минуттың ішінде Фатиха сүресін 3 рет айтып шығуға болады. Осы сүрені оқыған мүмінге 600-ден артық жақсы амал жасағандай болып жазылады. Үшінші амал Алладан кешірім сұрау. Жасаған қателік, кемшілік, күнәларымыз үшін Алладан кешірім сұрап, тәубемізге келу ешқашан кеш болмайды. Алла тағаланың кешірім беруін тілеп, 1 минутта астағфируллах зікірін қанша рет айта алсаңыз, сонша рет айтыңыз. Алладан жиі кешірім сұрау екі дүниеде де пайда келетін амал. Төртінші амал Құранның 3-тен 1. 1 минутта Иқлас сүресін шамамен 20 рет оқып шығуға болады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам айтуына қарағанда Иқлас сүресі Құранның 3-тен 1. Ендеше Иқлас сүресін айту арқылы 1 минутта Құранды 7 мәрте оқып шыққандай сауап алуға болады. Бесінші амал Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту. Екі дүние сардары пайғамбары, адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту үшін 1 минутыңызды бөліңіз. Саллаллаху алейхи уассалам деп айтуыңыз арқылы Алла тағаладан 2 есе сауап алатын боласыз. Алтыншы амал зікір. Мысалы үшін ең қысқа зікір ла хаула ва ла қуатта илля биллах деп айту ең кішісі, уайым болып келетін 99 сырқаттың шипасы болып табылады. Осы дұғаны үнемі айтып жүретін адам жан қайғысы мен сырқаттан арылатын болады. Әбу Хурайра. Жетінші амал кішігірім жақсы амал. Адамның жүретін жолында жатқан кедергіні алып тастау арқылы сіз сауапқа кенеле аласыз. Өйткені бұл жақсы амал болып жазылатын болады. Сегізінші амал Алланың нығметтері жайлы ойлану. Алла тағаланың өзіңізге берген шегі жоқ нығметтері жайында ойланып, оған разылық танытуға 1 минут уақытыңызды бөліңіз. Алланың қалауынсыз сіздегі бар нығметтің біріне де қол жеткізе алмас едіңіз. Аллаға шүкіршілік танытып жүріңіз. Сонда ол сіздің несібе ризығыңызды арттырып отырады. 9-шы амал көмек көрсетуге дайын болу. Көмекке мұқтаж бір адамды көрсеңіз, оған көмек қолыңызды созуға дайын болыңыз. Жәрдем етуге сіздің көп уақытыңыз кете қоймас. Алайда Алла тағаладан сол үшін мол сауапқа кенелетін боласыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай айтқан: мұсылман мұсылманға бауыр. Олар бір-біріне қысым көрсетпеуі және сатып кетпеуі керек. Кімде-кім бауырының мұқтажын өтеп берсе, Алла оның өз қажеттілігін өтеп береді. Кімде-кім мұсылманды уайым қайғыдан айыратын болса, қиямет күні Алла тағала оны бір қайғыдан айыратын болады. Ал кімде-кім мұсылманның қарызын өтеп берсе, қиямет күні Алла оның қарызын жарылқайтын болады. Бухари. 10-шы амал дүниедегі ең жақсы сөз. Бұл дүние мен ақырет өміріндегі ең жақсы сөз ла илаха иллаллах. Алладан басқа құдай жоқ болып саналады. 1 минуттың ішінде бұл сөзді 50 немесе одан да көп рет айтуға болады. Егер адам жан тапсырар сәтінде осы сөзді айтып қайтыс болса, Алланың мейірімімен ол міндетті түрде жұмақтық болады. Адамзат баласы өзінің қашан бақилық болатынын білмейді. Сол себепті қымбат уақытымыздың 1 минутында құлшылықсыз өткізбеуге, әрі Алланың жомарт сыйынан құралақан қалып қалмауға тырысайық. Ал сіз де жақсылық жасауға ниет еткен болсаңыз, осы каналға міндетті түрде тіркеліп, каналдың дамуына үлес қоссаңыз болады. Немесе дәл осы видеоны құрбыларыңызға тарату арқылы, жақындарыңызға тарату арқылы сауап алсаңыз болады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.